Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Сұмдық, шыршалардың барлығы сатылып кетіпті. Анашым, біз тым кешігіп қалдық. Мен күте тұрсақ, шыршаны арзанырақ сатып аламыз деп ойладым. Бізде ақша аз, сен оны білесің ғой. Кеше Айнұр шырша үшін дұға еткен. Енді ол да басқа апа-сіңлілері де қатты мұңайып қалады. Мақсат әкесі туралы ойлады. Олардың әкелері тірі болғанда, олар әрқашанда шыршаны алдын ала сатып алып тұратын. Әкесіз бәрі мүлдем басқаша болды. Мақсат, қарашы, міне шырша. Сәлеметсіз бе? Бұл шырша қанша тұрады? Мен оны сатпаймын. Мен оны балаларым үшін қалдырдым. Егер бүгін шыршаны үйге әкелмесем, олар қатты ренжіп қалады. Туылу мейрамы құтты болсын. Ер адам кетіп қалды. Мақсат пен оның анасы жерден бірнеше бұтақтарды алып, оларды үйге апарды. Есік алдында оларды 4 қыз, Мақсаттың әпкелері қарсы алды. Шыршаны алып келдіңдер ме? Өкінішке орай әкелген жоқпыз. Барлығы үнсіз дастархан басында отырды. Сол күні кешке тамақ ішер алдында дұға ету кезегі Айнұрға тиді. Құрметті иеміз Иса, мен сенен шыршаны сұрадым. Сен мені естімедің бе? Білмеймін. Ештеңе етпейді. Енді тым кеш. Бүгін кешкі асқа тамақ бергенің үшін саған рахмет. Аумин. Кейінірек апа-сіңлілері төсекке жатқанда Мақсатқа бір ой келді. Ол қаламсап пышағын алып, сыпырғышта тесіктер жасап, сол тесіктерге шыршалардың бұтақтарын салды. Құлап қалмай тіке тұруы үшін ол сыпырғышты құм шелекке салып қойды. Содан кейін ол сыпырғышты қоңыр қағазбен орады. Мақсат, әдемі шырша болып шықты. Жарайсың, мен ойыншықтар әкелемін. Оны безендіреміз, және үстіне періштені қоямыз. Бұл қыздарға өте ұнайтын болады. Айнұр бұған өте бақытты болды. Мақсат, бізде мұндай әдемі шырша ешқашан болған емес. Бұл Исаның менің дұғама берген жауабы. Балалар аналарының қасында отырып қуанды. Анасы оларға туылу мейрамы туралы әңгімені оқи бастады. Мәриямның тұңғыш ұлы дүниеге келді. Ол оны орап, ақырға жатқызды. Содан кейін аналары оларға Исаның айқышқа шегеленуі туралы әңгімені оқып берді. Неліктен? Еміз Исаның айқышы ағаштан жасалған еді. Ал бұл ағаш мерекелік шыршадан әлде қайда маңыздырақ. Ақыр айқыштың қасында тұр. Тәңір Иса осы жерге біз үшін өлуге келді. Айқышсыз туылу мейрамының мәні болмас еді. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.